В декабре прошлого года Тухаев провел очередную спецоперацию, памятник открыл. И вот здесь они сидят, стоят предатели. Это Аскар Жумадилдаев, Ерлан Кальдин, Аида Балаева, Ертспаев, как его, это Аким Алматы. Ну и среди них красуется наш герой. Тоже участвовал в этой спецоперации. Почему спецоперация? Тоже памятник открыли неожиданно, быстро там из Керамагрейда сделали, открыли, пофоткали и свалили. Именно так проводят спецоперации. Ну, теперь к следующему персонажу проходим. Это события в Павлодаре. Их освещает, значит, Думан Мухаммадкарым. У него берет Касым Аманжол, руководитель Азаттыха, интервью по январским событиям. И здесь Думан Мухаммадкарым как свидетель выступает, дает свидетельские показания, как власти организовывали митинги сами в Павлодаре. Ұйымдастыру болды, ұйымдастыру болды. Оған бір нақты бір мысалдар айта аласыз ба? Айта аламын. Мысалға мен ертіс өңірінде Павлодарда болдым. Павлодарда болғанда жергілікті белсенділер менімен ол жоқ екібастұзда ғана болды. Павлодардың өзінде де болды. Қатты жаңағы Алматы немесе Шымкент шығыстағыдай болмаса да, бірақ халық көшеге шықты, ұйымдасқан түрде өздерінің наразылығын білдірді. Мен сол кезде қоғам белсенділері маған жасырын келіп бір видеоны берді. Өздерінің ойларын, пікірлерімен бөлісті. Содан кейін атай көрмей, бізді айта көрмей, біз осы қалада өмір сүріп жатырмыз, ертең бәле болады. Бірақ мынаны бөлісе алсаң бөліс. Бөліспесең оған қандай түсіністікпен қараймын. Бұл не материал? Қаңтардың 3-і деп ойлаймын. 3 күні аты жөндерін ұмытып қалдым. Негізі менің осы арнамда тұрып ол видео артынан сілтемесін жіберіп жүрмін, қарап көрсіздер. Жергілікті ақын, жазушы, мәслихат депутаты, сосын жаңағы газ құятын жекеменшік көліктерге арналған станциясы бар бір кәсіпкер. Сол үшеуі қаңтардың 3 күні алады екен, алаңға шығады екен. Бұлар өмір бақи жаңағы Нұр Отанның сөзін сөйлеп, Нұрсұлтан Назарбаевты мақтап, Қасым-Жомарт Тоқаевқа қолдау көрсетіп жүрген азаматтар. Солардың біреуі тұрады да, жаңағы газ станциясын жеке тұрады айтады, бизнесмен. Бізде газ деген масқара қымбаттап жатыр, біз жаңаөзендіктерді қолдау көрсетуіміз керек, бұл не масқара, ағайындар жаңаөзендіктерді қолдау көрсетуіміз керек. Содан кейін бір ақын тұрады, жазушы тұрып, ол да жалын сөзін айтады, анау мәслихат депутаты да айтады, халық шығындары. Оны Инстаграм арқылы таратады. Инстаграмнан арқылы әлгі видеоны монтаждалған, әлемлеп түсірілген таратады. Біраз уақыттан кейін әлгі видеоны өшіріп тастайды. Жаңағы белсенділер ол видеоны көшіріп алып үлгерген екен. Сосын интернеттен, фейсбуктан барлық жерде әлгі видеоны түгел таратады. Халық шыққан Павлодарға. Шыққаннан кейін елдің барлығы у-шу болады. Ана Серік Әлібай деген кезіндегі Павлодар облысы әкімінің орынбасары болған, мәжіліс депутаты болған азамат ол кісіні Динамоға кіргізіп алып, тағы да үлкен ақсақалдарды, апаларды кіргізіп алып, быт-шыттарын шығарып сабай. Ол кезде ұлттық қауіпсіздік комитетінің жергілікті басқарма басшысының орынбасары болып, Кәрім Мәсімовтің тілінсіз отырған. Міне Павлодар әбден еседі Динамоның ішіне кіріп алып. Наурыз айында жаңағы үшеуі Тоқаевтың атынан, облыс әкімінің қолына бір медаль мақтау қағазын алады. Ну вот здесь журналист Думан привел доказательства, как власти проводили работу такую же, как в Алматы Жамбулат Мамай, агент это спецслужб наших, которые агенты спецслужб ФСБ. Уральский вот этот адвокат, который в жизни никогда не выходил на митинги, вышел, митинг организовал, 15 часов стоял на морозе, людей вывел. Ну и в Павлодаре вот тоже Аким, депутат Маслихата, бизнесмен, нуротановцы, всю жизнь работали на Нуротан, выходят на площадь, записывают видео, зовут людей на площади. Там все отдел внутренней политики, там спортсмены, ракетиры, имамы, все работали. Понимаете, все были задействованы. Вот я пока не забыл, когда они всю эту работу сделали, вот 3-4, вот эта группа отходит. Вступают вот эти бандиты 5-го, они нагнетают и тоже уходят. 5 числа народ остается один. В это время из Казахстана за пределы страны вылетает главный муфтий Мухаммеджан Тазабеков, Бекбулат Люхан, кто там еще, Булат Назарбаев. Они создают себе алиби. Они все задействованы. Это не за тем, чтобы, вы знаете, вернуть власть Назарбаеву. Нет, вот этим всем парадом, всеми этими клоунами. Это клоун Тухаев, клоун Назарбаев, клоун Карим Масимов. И вот это Шуша, это Мамай, фейковый оппозиционер, вот этот адвокат. Всеми клоунами управляют вот эти ребята.